Мендер, бәріне сәлем, ассаламу-алейкум. Осыдан 2 апта бұрын көңіл күйлерін түсіріп қойдым кішкене. Бірақ мен бұл жерде жеңілу емес. Мен бұл жерде ақша табу үшін жүрмін. Мен актер болып жүріп, көп ақша тауып жүрген жоқпын. Мен осы жерде тауып жүрмін ақша отбасым үшін, әке-шешемді асырау үшін, болашақ әйелімді асырау үшін. Солар жақсы үйде тұрсын, солар жақсы машина мінсін, солар өздеріне ештеңе любой каприздарын орындайын деп осы жерде төбелесіп жүрмін. Еріккеннен жүрген жоқпын. Сол үшін де ұтсам да, ұтылсам да маған бәрібір. Ата-анам риза болса болды, іні қарындастарым риза болса болды. Ал сіздерге жеңіп жатсам керемет сыйлық болады, жеңіліп жатсам енді айып етпейсіздер. Мен всегда айтам, шоу көрсіп төбелескен жақсы көрем деп. Бүгін бір кішігірім шоу көрген шығарсыздар. Мына бетім, по-моему, ісіп тұр мен. 3 күннен кейін съемка болады менде. Ашок, Дастен Шакиров, жігіттер ренжімеңдер, осылай болып қалды. Левый быстрее екен же. Чемкенский ва, мен білмедім ау чемкенский екен. Мен де чемкенскиймін. У меня правая вообще не работает. Чемкенскийлардың, работает, последний ударил же. Чемкенскийлардың ударлары андай резкий болады негізі. Все, ассаламу алейкум. Еркебұлан Тоқтар, құттықтаймын.